Ассалаумағалейкум, қазақ елі, арнамызға қош келдіңіз. Семейде жаппай төбелес, бірнеше адам қамауға алынды. Қаладағы мейрамхана жанында бірнеше адам төбелесіп қалған. Оқиғаның бейне жазбасы әлеуметтік желіде тарап кетті деп хабарлайды Айқын.кз. Абай облыстық полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, оқиға 20 қаңтарда болған. Аталған жайт бойынша денсаулыққа зиян келтіруге бейімделген заттарды қолдана отырып, адамдар тобы жасаған қасақана денсаулыққа ауыр зиян келтіру және бұзақылық бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеруді басталды. Қазіргі уақытта күнәлі адамдар анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Сонымен қатар жанжалға қатысушылар арасында қаза тапқандар жоқ екенін хабарлаймыз делінген полиция мәліметінде. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егерде біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк күймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулы қабырға жасауды нәсіп етсін.